Соңғы кездері интернетте жастарды жылдам ақша табуға шақыратын жарнамалар көбейіп кетті. Мысалға, инвестиция, ақшаңды 10 есеге дейін көбейтіп ал, курьер қажет, бір сағатта 80 мың теңге немесе 100 мың теңге табыс табуға болады деген сияқты жарнамалар өте көп. Шын мәнінде мұндай жарнамалардың артында алаяқтар ғана емес, үлкен қылмыстық топтар тұруы мүмкін. Көп жағдайда жастар жоғары табысқа қызығып, жұмыстың мән-жайын толық анықтамай бірден келісіп жатады. Алайда кейбір жақшаның ішіндегі жұмыс берушілер банк картасын пайдалануды, белгісіз сәлемдемелерді жеткізуді немесе басқа адамдардың ақшасын өз шоттарын арқылы өткізуді сұрауы мүмкін. Мұндай әрекеттердің заң алдында жауапкершілікке әкелетіні түсінікті. Сондықтан өзіңді қорғау үшін ең бірінші жұмыс беруші туралы ақпаратты міндетті түрде тексер. Компанияның ресми байланыс нөмірін, мекен жайын барлығын өзің үшін жазып ал, анықта. Жеке куәлік, банк картасы, SMS-код сияқты деректерді ешкімге берме. Не үшін және қандай жұмыс атқаратыныңды нақты біл. Ештеңе істемей көп ақша табасың деген ұсыныстарға күмәнмен қара. Есіңде болсын, заңсыз әрекетке байқамай араласып кету де заң алдындағы жауапкершіліктен босатпайды. Сондықтан әп-сәтте ақшаңызды еселейтін немесе ешқандай тәжірибесіз ақ бірден жұмысқа шақыратын күмәнді хабарламалардан аулақ бол. Өзіңді сақта.